Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, ханымдар. Мұнда кім бар екен? Саламатсыздар ма? Кеш жарық. Кеш жарық. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Мені естіп, көріп тұрсыздар ма? Қайырлы кеш. Саламатсыздар ма? Мен кішкене жақын қоям ау деймін. Салта сәлем. Қалайсыз дейді, саламатсыз ба? Қайырлы кеш, ханымдар. Қалдарыңыз қалай өзі? Мен естіліп көріп тұрмын ба? Егер естіліп көріп тұрсам, қолдарым мынандай смайлик бар ғой, сондай смайлик бір жіберіп жіберсеңіздер, мен түсінемін. Әлде ханымдар қосылып жатыр. Қайырлы кеш қосылып жатқан ханымдарға, инста достарға, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? 1-2 минут. Аха, естіліп тұр екенмін, көрініп тұр екенмін. Рахмет сіздерге. Саламатсыз ба, Жанар ханым, саламатсыз ба? Кеш жарық, Жанар ханым дейді. Кеш жарық. Мадина. Сәлем, Мадина. Өте керемет. Рахмет, Салта. Бүгінгі тақырыпты біледі деп ойлаймын сіздерді. Егер дәл қазір менімен бірге маған қосылып жатқан болсаңыздар. Бұл тақырып біздің өміріміздегі күнделікті болып жатқан оқиғалар. Әрбір ситуацияда, әрбір оқиғаларда өзімізді қалай дұрыс эмоциямызды жеңе отыра, миымызды қоса отыра, және арнайы алгоритмді біле отыра, екінші адамға өзіміздің пікірімізді, ойымызды, айтар сезімімізді жеткізе алатын болсақ, әрдайым бір ұтыста жүретін сияқтымыз. Қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Мен бастай берейін, уақытымыз аз. 20-30 минут дедім, өйткені өткен жұмада 20 минуттан асып кеттік, сондықтан осы 20 минуттың ішінде мүмкіндігінше үлгеремін, ары қарай 30 минутқа дейін созамыз. Сұрақтарыңыз болса, алдын ала дайындап қоя беріңіздер. Әзірше мен әдеттегідей оқиғадан бастайын. Өйткені әрбір сұрақты өзіміздің тілімізде, өмірімізде болып жатқан оқиғалармен мысал ретінде келтіретін болсақ, бізге тезірек түсінікті және түсінуге де өте қиын болмайды деп ойлаймын. Негізі бұл техника сообщение деп аталады орыстарда. Айтар әңгімемізді дұрыс айту. Оқиғаны бір әйелді алып көрейік. Күйеуге шыққан әйел. Бір оқиға болдық дейік. Мысалы, күйеуі әйеліне электроплита сыйлады дейік. Электрлік пеш. Сол пеш келгеннен кейін неге әйелінің көзқарасы, әйелінің күйеуіне айтқан әңгімесі ұнатпай тұрған заты бойынша. Сен неге мынаны сатып алдың? Енем айтқан ғой, ол кісі тағы да осы жерге қосылды ма? Ол кісі өзі әрдайым өзінің бір ойын пікірін бір жерге қосып жүрмесе жүре алмайды ғой. Неге екеуміз бірге таңдамадық? Неге осы пешті сатып алдың менсіз? Неге бірге емес? Мына пеш маған ұнамайды. Қараш түрін өзі. Ішінде қосылатын жарығы да жоқ, грилі да жоқ, басқасы да жоқ. Мен мұндай пешті қалаған жоқпын. Деген сондай бір ашу ызамен айтылып жатқан әңгіме. Түсініп тұрмын. Әрине бұл енем ғой. Сенің анаң өзі бір қосылмайтын күн болады ма? Біз қашан өзіміз жеке өмір сүреміз? Жеке өзіміз, мен сұрақтарға сосын жауап берейін. Жеке өзіміз таңдау жасаймыз. Бүйтіп кете беретін болса, біз білмеймін не болатынын деген сияқты бір әңгімемен аяқтайды. Бұл әйел адамның біздің эмоциялық түрде көрсеткен, енді бұндай оқиғалар барлығымыздың өмірімізде бар сияқты. Эмоция үстінде
біреуді жамандай отыра, өзіміздің сезімізді айтпай отыра, және толықтай өз-өзімізді тынышталдырып алып, бір нақты бір нәтиже артында не болатынын ойламай істейтін істеріміз өте көп, осындай әңгімелеріміз. Негізі айтар бір кеңесім, ұрысқа дайындалатын болсаңыз, алдын ала бүкіл жолдарын бәрін ойластырып алыңыздар. Әсіресе қазіргі беретін алгоритмді қолданып жүріңіздер. Бұл да бір ұрыстың бір түрі деп ойлаймын. Өйткені бұл жағымсыз эмоция, іштегі сондай бір қалаусыздық. Мен бұны қалаған жоқпын, мен таңдаған жоқпын. Неге менсіз? Бұл кішкене эгоизмде барлығы бар, және көңіл күйсіз деген сияқты. Ал енді дәл осы ситуацияны екінші жағымен қарап көрейік. Мен берер алгоритммен. Алгоритмдерді қазір осы оқиғадан кейін түсіндіремін. Дәл осы оқиға әйелі келіп күйеуіне былай дейді: жаным, менің көңіл күйім бүгін түсіп тұр. Бүгін менің көңіл күйім қаламаған зат болды. Бұл неге бұлай екен? Біз есіңде ма? Бөлек шығамыз деген бір шешім қабылдаған кеш. Есіңде ма? Бөлек шығамыз. Сол кеште екеуміз керемет әңгіме айтқан едік. Бөлек шығамыз. Бәрін өзіміз бірге екеуміз шешеміз. Бірақ бүгін сондай бір сол арманымыз орындалмаған сияқты. Не екенін білмедім. Неге бірге шешімді қабылдамағанымыз? Ойыма да кірмейді. Бірақ мен бұны қаламаймын. Сондықтан менің көңілім түсіп тұр. Бүгін сен екеуміз бірге шешілмеген сұрақ болып тұр. Ол сен бүгін сатып алып келген электрлық пеш. Осы себепте менің аздап көңілім түсіп тұрғаны. Егер осылай қарым-қатынасымыз әрдайым бірге шешілмесе, үйдегі жағдай болсын, зат болсын, бір-бірімізге қатысты, балаларымызға қатысты оқиғалардың барлығын бірге шешпейтін болсақ, біздің қарым-қатынасымыз өзгеріп кетуі мүмкін. Немесе бұның арты не болатынын білмеймін. Немен бітетінде ойыма да кіріп шықпайды. Деген осындай бір нүктені қоямыз. Енді қазір қарастыратын болсақ, жаңағы болған оқиғамен ашу ыза үстіндегі айтылған әңгіме, бұл жерде ол бірінші оқиғада қажет емес адамның кейіпкерде кіріп кетіп тұр. Өзінің ойын жеткізе алмағандықтан басқа біреуді кінәлап тұр. Және күйеуінің ортасына үлкен бір шоқ салып тұрған оқиға. Ал екінші оқиғада әйел өзінің эмоциясын қолында ұстап, толықтай ненің ұнамайтынын, неге ұнамайтынын, былай айтқанда, өзінің эмоциясын, өзінің көңіл күйін жеткізіп тұр. Маған бұл ұнамайды, көңіл күйім сол себепте менің түсіп тұр дегендей. Екінші, бұл жерде өткен оқиғаны есіне түсіріп тұр күйеуінің. Былай айтқанда, есіңде мен бір сол кеште екеуміз шешкен едік. Барлық заттарды, оқиғаларды бірге шешеміз деп. Және үшінші, бұл жерде өзінің былай айтқанда қалауынсыз болғаны. Бұл қалаған жоқ бұл пешті, былай айтқанда. Сол себептен көңілі түсіп тұр. Және соңы немен аяқталуы мүмкін деген сияқты, өзінің егер бір-біріміздің осылай шешім қабылдамаса, бір-біріміз ары қарай осылай болатын болса, не болатынын білмеймін деген сияқты сондай бір нүкте қойып тұр. Міне алгоритмді айта кеттім дәл қазір екінші оқиғамен салыстыра отыра. Бірінші не істейміз? Бірінші міндетті түрде өз сезімімізді жеткіземіз. Маған ұнамайды, не себептен көңіліңіз түсіп тұрғаны, неге олай болғаны, және екінші ол факт деп атайық, болған оқиғаны еске түсіру, немесе соған қатысты бір оқиғаны еске түсіру. Үшінші, сіздің қалауыңыз. Сіз оны қалайсыз ба, қаламайсыз ба, осыған қатысты.
Және төртінші, егер осылай болатын болса, оқиғаның соңы осындаймен аяқталуы мүмкін деген алгоритмді әрдайым әр оқиғаға міндетті түрде бұл әңгімелесу арқылы емес, бұны біреуге хат жазар кезде де қолдансаңыз болады. Өзіңіздің былай айтқанда толықтай не айтқыңыз келгенін жеткізу үшін. Ұрыссыз, айқайсыз, ашу-ызасыз, ренжітіп алмай, екі жақты да өзіңіз де ренжімей, ол кісіні де ренжітпей, бір керемет нәтижеге жететін оқиға десем де болады. Бұл алгоритм соған жеткізеді. Қайталай кетейін, ол бірінші өзіңіздің сезіміңізді айтасыз. Сізге ұнайды, ұнамайды. Қалайсыз, жоқ қалайсыз емес. Сізге ұнайды, ұнамайды. Көңіл күйіңіз не себептен түсіп тұрған, екінші, болған оқиға, факт. Соны салыстыра кете есіне түсіресіз. Үшінші, ол сіздің қалауыңыз. Сіз оны қаладыңыз ба, қаламадыңыз ба, қалайсыз ба? Мүмкін. Және төртінші, не себептен, былай айтқанда, егер осылай болатын болса, соңы немен аяқталуы мүмкін? Бір-біріңіздің қарым-қатынасыңызда, сол оқиғада. Бұл тек ерлі-зайыптының ортасында емес, бұл алгоритмді жұмыста да қолдануға да болады, басқа да адамдармен де қолдануға болады, немесе өзіңіздің бір шешімге, бір қалай айтсақ болады, бір мәлімеге жету үшін өзіңіздің балаларыңызбен де қолдансаңыз болады. Сонда екінші жақ сізді толықтай естиді. Сіздің сезіміңізді сезінеді. Сізге дәл қазір қандай болып тұрғанын. Екінші, болған оқиғаны салыстырады. Үшінші, сіздің қалауыңызды түсінеді. Сіз қалайсыз ба, оны қаламайсыз ба? Төртіншіден, немен аяқталу мүмкін екенін сіз арқылы екеуіңіз бір шешімге келесіздер. Сонда бұл алгоритм өте көмегі үлкен деп айта аламын. Қалай сіздерге? Түсіндіңіздер ме? Қанекей, қол көтеріп жүрейік, түсіндік пе, түсінбедік пе? Сіздерге қалай? Мына жақтан оқып жіберейін, басынан бастап. Ханымдар, түсіндіңіздер ме? Алгоритмді қайталаймын ба? Ханымдар, мен әлі сұрақтарыңызға жет. Эфирді міндетті түрде сақтап қоямын. Мүмкіндік болса, енді әрине ешқандай интернетте ақау болып қалмаса. Сонымен түсіндік пе, түсінбедік пе? Мен әлі жете алмай жатырмын. О, түсіндік. Керемет дейді. Түсінсеңіздер, қандай сұрақтарыңыз бар? Дәл осындай оқиғалар өмірлеріңізде жиі болып тұрады ма, немесе болып тұрады ма? Осындай сәттерде сіздер қай, былай айтқанда, түрін осы оқиғаның қолданып жүрдіңіздер, қолдандыңыздар. Түсінбей жатсаңыз эфирді қайтадан көресіз, Салтанат ханым. Ахмет Гүлі, сізде. Өткен басқалардың уақыттарын құрметтеге айта өттім. Ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Үндемей жатырсыздар ма? Маған жетпей жатыр ма? Немесе жазып жатсыздар ма? Кеш қосылып жатқан ханымдарға айтамын. Эфирді мүмкіндігінше міндетті түрде сақтаймын. Және сақтай отыра, бұл эфирді мен YouTube каналыма да саламын. Кейін асықпай отырта көруге де болады, мүмкіндік болып жатса. Міне, эмоцияға беріліп кетесізде, Ақмарал ханым, мен сізге жауап беріп жатырмын. Эмоцияға беріліп кетесізде, дұрыс шешім, мысалы, мидың жұмыс істемей қалуы, эмоция басым болып кетеді де,
ойдың жұмысы тоқтап қалғандықтан ойлау қабілетіміз де тоқтап қалады. Жылау процесі ол сіздің былай айтқанда қорқыныш сезімі қосылады ғой, арты не болады деген сияқты. Сол себептен бірден жылап кетеміз, ол біздің қорғанышымыз, өз-өзіміздің денемізді, эмоциямызды қорғау үшін, немесе келесі адамнан қорғану үшін. Өйткені әйел адамдар негізі не үшін жылайды? Жайдан жай жыламаймыз ғой, солай емес па? Практикада жасау өте оңай деп ойлаймын. Жазып алыңыздар. Негізі біз көбіне әрбір негізі оқиғалар болған кезде бастына ең біріншіні ешқашан айтпаймыз. Қандай сезімде тұрғанымызды айтпаймыз. Қандай көңіл күйде. Негізі біз өз сезімімізді айта білмейміз. Өйткені біздің ұрпақ десек болады, біздің жасымыздағы бір 25 пен 50-дің жобасындағы мына Совет өкіметі деген сияқты соғыстан кейінгі дұрыс тәрбиенің кеткен кезіндегі негізі. Өйткені ата-анамыз да білген жоқ бізге қалай берудің. Біз сезімімізді мүлдем білдіре алмаймыз. Әсіресе біздің ата-аналарымыз мен сені жақсы көремін деген сөзді айту олар үшін өте қиын. Мен саған өз қимылмен, көзіммен көрсетіп жатырмын ғой дейді ғой көбіне. Өйткені ол кісілерге өзін жеңу өте қиын. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Ажархан. Міне сондықтан бұл практиканы, бұл тәсілді қолдана отыра міндетті түрде сақтаймын. Сақталып жатса, міндетті түрде сақтаймын. Сақтаған өзіме де қажет. Шынымен де өз сезімімізді білдіре алмаймыз, айта алмаймыз. Қандай көңілде тұрғанымызды айта алмаймыз. Әсіресе қазір мен соңғы кезде өзімнің қолданып жүрген тәсілдерімнің бірі, бұл тәсілді деп айта алмаймын енді. Осы тәсілдің ішінде әсіресе жаңағы сезім бойынша. Үлкен ұлыммен. Өйткені қазір жасы 7-де, бұрынғыдай жай сөйлеу, жай әңгіме айта салу немесе бір затты істету өте қиын. Өйткені оның артынан өте көп сұрақ қойылады. Немесе көбіне қазіргі болып жатқан проблемалар. Мынаны неге сатып алып бермейсің? Неге бұлай? Мен осыны қалаймын. Әсіресе мистер Макс деген бізге өте барлық осы жастағы балалардың ата-анасына өзі бір жыр болған адам ғой. Сол себептен сезімімізді түсіндіре білу. Не себептен біз дәл қазір сатып алып бере алмайтынымызды, не себептен алып беретінімізді, не себептен осыны қалайтынымызды, қаламайтынымызды, немесе пайдасы емесін түсіндіру, немесе осы сезім арқылы. Менің жүрегім ауырады, мен сондай көңілсізбін. Өйткені сен маған осылай айттың. Сол себептен мен аздап көңілім түсіп тұр деген сияқты. Егер 5 жастан үлкен балаларыңыз болса, осылай сөйлескендеріңіз дұрыс. Сол кезде ол бала біріншіден сіздің сезіміңізді түсіне бастайды, және өз сезімін сізге жеткізуге, қандай сезім, ашу астында тұрма, көңіл күйі күшті болып тұрма, немесе көңіл күйі жоқ болып тұрма, сізге өзінің айтуына былай айтқанда тезірек және ыңғайлы болады. Өйткені оған ол өзінің табиғаты үйренеді сіз арқылы, әсіресе аналар арқылы. Маған да анама жақсы көруімді айта алмаймын. Жай сөйлеу үшін. Бірінші жаңағы анама дегенді айтып кетейік. Не себептен айта алмаймыз? Бұл ұялу сезімі емес. Бұл біз сол адамнан осы уақытқа дейін сол сөзді естімегендігімізден. Бұл бізге бір жатық зат. Сол себептен біз оны жеткізе алмаймыз сөзбен. Хатпен де жеткізе алмайтын сияқтымыз. Сондықтан үйрену үшін сезімдеріңізді бірінші хатпен өздеріңізге жазыңыздар. Аналарыңызға жазып отқандай, мен сені жақсы көрем, ана мен сенің осындай қылығыңды жақсы көрем, осы сәтіңді жақсы көрем. Барлық не үшін жақсы көресіз, қағазға жазып көріңіз. Іштен бірінші шықсын ол сезімдер. Содан кейін ауызбен айтқан кезде іштен бір шыққан сезім ол екінші рет оңай қайталанады. Және шынайы болады, былай айтқанда. Жай сөйлеу үшін. Ол жай сөйлеу деген қалай ол? Айқайлап сөйлеу ма, немесе дауысты көтеріп сөйлеу ма, жай сөйлеу ма? Немесе жай сөйлеуде ол ұрсып сөйлеуді келтіріп тұрсыз ба? Осыны бір түсіндіре кетсеңіз.
тез ашуланып кетемін, сабырлы болғым келеді. Өзі контроль жасай алмаймын. Не себептен? Оның себебі бар. Әр өзіңіздің ашуланғаныңыз не себептен? Ол өз-өзіңізге сенімнің жоқтығынан өз-өзімізге ашуланамыз. Ашуланамыз, көтеріледі. Әсіресе бала тақырыбына келсек, өте көп болып жатады ондай жағдайлар. Кішкене ішіңізден сабырлыққа келіңіз. Біріншіден өз-өзіңізге сұрақ қойып үйреніңіз. Мен қазір ашуланғанда, ашу-ызамен, айқаймен ол балаға айтқан кезде, ол түсінеді ме? Егер маған дәл осылай ашу-ызамен айтса, мен түсінемін, мен қандай сезімде боламын? Осы сұрақтарды қоя отырған кезде, сіз өзіңіз жасап жатқан әрбір ісіңізге, әрекетіңізге контроль жасай аласыз. Және екінші жақ сіздің айтып жатқан әңгімеңізді дұрыс түсінуіне, былай айтқанда, септігін тигізесіз, өйткені сіз екінші жақтың сезімін өзіңізден өткіздіңіз. Егер мен қазір дәл осылай айтсам, дәл солай маған айтса, мен не сезінемін? Ал дәл солай сіздің балаңыз немесе екінші жақ сезінуі мүмкін. Сол кезде өзіңізге кішкене контроль жасап үйренесіз. Айгүл ханым, мен сізге айтып жатқаным ғой енді. Қайырлы кеш, Айгүл ханым. Ойды нақты жеткізу үшін эмоцияны кішкене бәсеңдету керек. Және көбірек айнаның алдында сөйлеп үйрену керек. Айтар ойыңызды қағаз бетіне жазып үйрену керек. Сонда былай айтады ғой, ойды тұжырымдау, ойды нақтылау, ойымызды жинақтау, иә? Сол кезде ойымыз бір жинақталған кезде, нақты бұл ой мені неге алып келеді? Бұл ойдың соңында маған қандай пайда, ол кісіге қандай пайда, иә? Сондай сұрақтар өз-өзімізге қоя келген кезде, біз көп сұрақтың жауабын өз ішімізде өзіміз табамыз. Бізге ешкімнің, екінші жақтың, былай айтқанда бізге қажеті жоқ кеңесі. Ашуланбауды мен айта кеттім, Айгүл ханым. Зүлфия ханым, қайырлы кеш. Қуаныштымын сізді көріп отқаныма. Ханымдар, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Менде әлі де уақытым бар екен. Басқа да сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. 5 минут. Қоя беріңіздер. Менің жасым 31-де, и то ынжықтық басым. Мысалы, көшеде таныстарымды көрсем, амандасудың орнына мені көрмей қояма деп қашып жүрем. Осыны түсіндіресіз бе? Бұл біріншіден өз-өзіңізге сенімсіздіктен және көбіне басты біздің мінезіміздегі көп құбылыстардың барлығы біз өзімізге сенімсіздіктен басталады. Ал енді сол құрбыңыз сізді көріп қалса не болады? Көріп сізге амандасқанда сіз қандай әңгімеден қашасыз? Мүмкін ол бір, енді көбіне мысаланы 30-дан асқан қыздардан сұрайды ғой, сен неге күйеуге шықпай жүрсің деген. Сондай әңгімеден қашу да мүмкін. Кездеспеуіміз мүмкін, көп адамдармен сондай ортадан қашуымыз мүмкін. Бір құрбым айтқан еді, мен тойларға бармаймын, өйткені әрдайым осы сұрақ мені мазалайды деп. Тойда 100 адам көрсем, 100 адамның бәрі сұрақ қояды деген сияқты. Дәл сондай ол құрбыңызбен немесе достарыңызбен, басқа бір адаммен кездескенде өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен неден қашамын? Қандай әңгімеден қашамын? Сол кезде сол оқиғаның түбірі шығады өзіңіздің ішіңізден. Ютубтағы қазақ қызы Жанармын. Қазақша жазылған Ютубтағы Зүлфия ханым. Бірақ менің өзімнің парақшамда, үстің жақта биода менің ссылкам тұр. Сол жерде толықта Ютубқа да, WhatsAppқа да кіретін нелер деймін. Кіретін ссылкалар тұр. Арманын орындау үшін өзі бүгін өзі мереке деп таңертең біреу құттықтаған еді мені. Қандай мереке десем. Өзі Қытайлардың жаңа жылы, нақты сол бір армандар, арман картасы деген қазір өте көп әңгіме болып жатыр ғой сол жайлы. Неше түрлі курстарда, тренингтерде. Армандау үшін түсінің бірінші басы өзіңізге тағы да айта кетемін, сұрақ қою керек. Ол арман сіз үшін не үшін керек? Ол арман сізді неге жетелейді?
нәтижесі қандай болады? Нақты сезіне білу керек. Ол арман ертең орындалған кезде сіз өзіңізді қалай сезінесіз, ортаңыз қалай сезінеді. Және арман тек өзіңізге байланысты болмау керек. Арманның басқа да бір адамға пайдасы болу керек. Өзіңіздің ортаңызға пайда болу керек. Тек жеке басыңызды ойланған арман, былай айтқанда, немесе орындалмауы мүмкін, немесе орындалса бір дұрыс орындалмауы да мүмкін. Әрдайым соны сезіне білу керек. Мысалы, көбіне машинаны армандайды, көп қыз келіншектер, қазір сондай бір тренд болып кетті ғой. Машинаның нақты маркасы. Қандай машинаны қалайсыз? Мысалы, көп машинаның ішінде көрген кезде бір машинаны көрген кезде бір жүрегіңіз бәрі дүрсілдеп, сондай бір соның ішіне отырғыңыз кеп, немесе сондай бір машинаның ішіне отырып көргенде керемет бір сезімде боласыз ғой, бір өзіңіз сияқты. Сондай жайлы, түсі де, іші де сондай бір. Дәл сол машинаны елестетіңіз. Және сол машинаның рөлінде отырған кезде сіз қайда бара жатсыз? Не істеп жатсыз? Қасыңызда кім отыр? Көңіл күйіңіз қандай? Дәл соның бәрін елестете отыра армандайтын болсаңыз, ол арманыңызға жетесіз. Бірақ енді құр армандау емес, құр елестетіп жатып, төсекте жату емес, әрекет ету. Оған ақша жинау керек. Өйткені топ етіп Алла сізге, білмеймін, енді лотереядан ұтып қалмасаңыз, басқа жағын білмеймін. Лотереяның өзі енді бір себебі бар оның. Жауап бердім деп ойлаймын, Айгүл ханым? Рахмет, Ағарке ханым. Асема сәлем. Мен үшін өте маңызды, жаңағы айта кеттім ғой, басқаларға да пайдасы болатын. Егер мен психолог болуды армандап, консультант болуды армандап, немесе тренер болуды армандасам, басқаларға қандай пайдам тиеді? Өйткені егер нақты мақсатыңыз тек ақша ғана немесе мансап қана болатын болса, оның арты ұзаққа бармайды. 2 жасар қызым пияздың қабығын аршығанда жақсы көреді. Неге? Енді білмеймін ғой, қандай себептен екен. Мүмкін бір сондай бір оқиға болған шығар пиязбен қатысты. Немесе балалар екі түрлі жағдайда өзіне көңіл аударуды тырысады, немесе негативті жақта, немесе позитивті жақта. Негативті жақта дегеніміз, өзімнің баламнан, үлкен ұлым, кішкентай ұлым әзірше, кішкентай ғой, бірден енді асты. Көңіл аудартқысы келсе өзіне, бізге ұнамайтын бір затты істейді. Арғын, неге есікті жаппадың деген, бізге ұнамайды ғой. Оған маңызды, сол арқылда ол өзіне бір көңіл аудартқанына қуанады. Мысалы, ваннаның есігін ваннаға кірген кезде міндетті түрде жарығын қосып қалдырып, есігін жаппай кетеді. Оны кейін байқағаннан кейін мен үндемейтін болдым. Бірақ айта кетерім, қандай сигнал беріп жатыр, соны байқаңыз. Балаңызды. Негізі аналар өз сезімтал болады, бәрбір баласына қандай оқиғада, қандай сезімде болады. Егер сіз сезіне білсеңіз, нақты ойлана білсеңіз, сұрақ қоя білсеңіз, бала өзі көрсетіп отырады өзінің іс-қимылымен қандай қазір сезімде, қандай оқиғада екенін. Тек түсіне білу керек алды. Біраз бала психологиясын оқыған дұрыс. Әрбір анаға дұрыс деп ойлаймын. Қажет не? Жақын адамның ренжіте берсе де, және солай ренжітімау демей түк болмағанда жүре берсе, сол кезде өзінің аздап ренжіткенін білдірту үшін не істеу қажет? Сосын армандар картасын орындамаймыз деп едіңіз, орындаймыз деп едіңіз дейді. Түсінікті, мен кішкене мына көзім жетпегесін ренжімеңіздерші өз. Бірақ очкиді кимеймін. Өз-өзіме сондай бір серт берген, осы арқылы өз-өзімді аффирмация арқылы көзімді дұрыстап жатырмын. Біріншіден сізге сұрақ, Зүлфия ханым. Ол кісі сіздің ренжігеніңізді түсіну үшін сізге не үшін қажет? Ол кісінің түсінгені. Ол кісінің жүрегі ауырғаны қажет пе? Ойланғаны қажет пе? Өзінің қате жасағанын түсінгені қажет пе? Не себептен ол кісінің сіздің сезіміңізді айтқанда білгені қажет, ренжіген оқиғаны?
Екіншіден, ренжіте берсем, енді менің тренингіме қатысқан ханымдарға мен көбірек айтамын ғой. Өмірімізде болып жатқан оқиғалардың бәрі, келесі адамның барлығы, ол біздің толықтай біздің бет-бейнеміз, айнамыз. Сіз сонда бір дұрыс әрекет жасамай жатуыңыз мүмкін. Өзіңізден іздеңіз. Дәл сол адамның кейпінен сіз өзіңізде нені қабылдағыңыз келмейді. Армандар картасын мен негізі жасаған бір рет. Ол 2016 жылы. Жасауын жасадым бірге, арнайы барып, топта отырып, барлық фотомды жабыстырып. Шын айтайын, содан бір сол жасап жатқан кезде бір керемет бір сезімде болған сияқты, осының бәрі бір орындалатын сияқты, сондай бір эйфорияда, сондай бір қуанышта. Сосын сол картаны алып келдім де үйге. Шкафтың ішіне салып қойдым. Одан кейін қараған жоқпын, шын айтсам. Өйткені біріншіден жасаған ұнаған жоқ. Жасаған, жабыстырған ол жерде сондай бір уақыт тығыз болды ма, ұнаған жоқ. Кейін өзіме шештім, бұл арман картасы маған қажет пе деген. Армандарым, ол арман картасы да орындалып жатыр, ойымда. Дұрыс дұға тілектерден, былай айтқанда, дұрыс аффирмация айтқандардан. Сондықтан маған қажеті бар ма деген бір өзіме денеме сұрақ қоя отыра, мен өзімнің жауабымды алдым. Маған олай, мен бірақ визуалмын, визуалды түрде өте жақсы қабылдаймын, бірақ маған жазған көбірек, айтсам, тез іс-әрекет жасайды. Өзімнің сол арманға жету үшін тез іс-әрекет жасаймын. Сондықтан есіңізде болса, біз 100-ден аса армандарды жазған едік. Міне сол жазғаныңызды қайталап күнде оқысаңыз, немесе күнде есіңізге түсіріп жүргеннің өзі де сол арманға жетелеуге, жоспар құруға, мақсат қоюға мүмкіндігін береді. Сондықтан енді әрдайым қалып өзіңізде, мен биыл жасамайым деп шештім. Бақыт, сәлем, рахмет жаным. Бала психологиясы жайлы қазақша кітаптар бар ма? Өте көп бала психологиясы жайлы. Кім бар ғой? Мен қазір ол кітабым менің келесі бөлмеде жатыр. После 3 поздно деген кітап бар ғой, мына Япония мед кім еді аты? Соның жазушысы Якутса мед, ұмытып қалдым, авторын кешіріңіздер. После 3 поздно ең бастысы. Сол кітапты балаңыз 15-те болса да оқуға болады. Өте көмегін ананың өзінің сезуіне, түсінуіне, баласының іс-қимылын көп сұрақтарға жауап береді. Сол кітап менде бар. Үлкен ұлым туылған кезде сол кітапты алып оқыған едім. Содан білмеймін, енді көмек деген сияқты. Енді басқа қазақша айта алмаймын, енді шын айтсам. Өзі қазақша кітаптар өзі сол дүние өзі бізде өте аз. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Енді сенетін болсақ, бүгін мақсат армандарымызды айқындайтын күн 16-сы. Енді бірақ өз сезіміңізге байланысты. Егер сіз қаласаңыз, оны да жазған дұрыс, айқындағандарыңыз дұрыс. Өздеріңіздің миыларыңызда былай бәрі орнымен тұру үшін. Ең бастысы, әр адам өзіне сұрақ қоя білсе, мен кіммін? Не үшін бұл өмірге келдім? Сол сұрақтың жауабын таба білсе, мен жауап тастадым да, көрмей қалдым. Очки кимеу, сұлу көзіңізді көрінбей қалады. Кимеңіз, тренингтегі орындап жүрмін, шыны керек, баяғыдай көңілім түсіп кетпейді. Көп ренжімеуді үйренсінші. Мінезі тұрақты болса ғой дегенім ғой, рахмет дейді. Енді мен айта кеттім, түсінікті болар деп ойлаймын, Кафе ашқым келеді, бірақ немене қорқыныш көп. Кафе ашқым келеді. Не үшін? Ол кафенің сізге қандай пайдасы бар? Ол кафенің ерекшелігі қандай? Егер сіз солай қорқып жүре беретін болсаңыз, сіз ешқашан ашпайсыз. Қадам жасап бастамайынша, ол біздің арманымыз сол бір елес болып қала береді.
солай жұрттың бәріне мен ашқым келеді, мен қорқамын дей беретін болса, онда сіздің нақты арманыңыз емес, ол сіздің қалауыңыз емес. Былай айтқанда, ішіңізден сіздің қалауыңыз сияқты мүмкін, сіздің нақты арманыңыз сияқты болуы мүмкін, бірақ басқа біреуден берілген сізге. Басқа біреудің сізге қойған установкасы дейді ғой, сізге берген сигнал арқылы. Көбіне енді анамыз бен әкемізден алып жатамыз. Маған берілген уақыт болған сияқты. Ана жақта менің күйеуім тырс деп есікті 1-2 рет соғып кетті. Уақытың бітті дегендей. Рахмет сіздерге дәл қазір менімен отырғандарыңызға. Астаналық ханымдар, сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға 25 ақпан күні таңғы ас ұйымдастырғым келеді, арнайы бір тақырыппен. Дәл осы жерде астаналық ханымдар болатын болса, әрине хабарламаны да қоямын. Маған дайрекке жазыңыздар, мен сіздерге арнайы уақытымен қай жерде болатынын. Бірақ ең бастысы мен түсінгім келеді, қандай тақырыпта болғанын қалайтындарыңызды. Немесе WhatsApp-қа жазыңыздар, сөйлесе отыра мен бір шешімге келемін. Және наурыз айының басында, қазір мен сондай бір дайындық үстіндемін, өзімде оқудың үстіндемін, өткенде айта кеткенмін. Бір керемет бір тренингке дайындалып жатырмын. Әйел адамына, қыз болсын, келіншек болсын, үлкен әйел болсын, барлығына пайдасы тиетін сондай бір тренингке дайындық үстіндемін. Бұйыртса, Алла бұйыртса, бітіруім қажет. Өзіме сондай бір ерік жігер беріп жүрмін күнделікті. Наурыз айының басында бастаймын. Қалаймын десеңіз, WhatsApp-қа маған жазып, алдын ала тіркеліп қойыңыздар. Мен сосын жақын қалған кезде тіркелген адамдарға да бір өзімнің арнайы сыйым бар. Бұл айтқанда скидка дейміз ғой, жеңілдік. Медиацентр неге ашпайды екен психологтар? Медиацентрлар өте көп, қазір медиаторлар өте көп деп ойлаймын. Сондықтан әркім өзінің бір жолын іздейді ғой. Бүгін ғана бір керемет Ресейдің бір психологын тыңдаған едім лекциясын. Сол кісінің айтқанда, нақты психолог болу үшін сізге не үшін, қандай бағыт қажет деген сияқты. Біз әрбір психолог психологияға нақты бір деңгейіне жетуі, бұл өзінің бір өмірінде қатысты бір оқиғаны өзінен өткізгеннен кейін ғана ұсыналады басқаларға. Өйткені теория түрінде, кітап түрінде оның бәрін білу, бірақ практика жүзінде оны беру және оның нәтижесінің қандай болуын түсіну тек өзіңізден өткен кезде ғана, денеңізден, эмоцияңыздан өткен кезде ғана түсініп бере аласыз. Сондықтан медиацентрлар бар. Әр психолог енді өзінің бағытында деп ойлаймын. Қажеті жоқ деп ойлаймын, былай айтқанда. Өйткені бәрі көбейіп кетсе де, саны бар, сапасы жоқ болып қалуы да мүмкін. Шымкентке қашан келесіз дейді. Мен басқа қалаларға негізі аса бір баратын ойым жоқ, әзірше. Өйткені онда бір мақсат қойып тұрған жоқпын өзіме. Мүмкін болашақта бәрі өзі бір тәжірибемен келеді дейді ғой. Болашақта қала аралайтын, кішкене балаларым өскеннен кейін еркін жүретін уақытым болған кезде мүмкін аралай бастармын. Офлайн дейді ғой қазіргі, офлайн тренингтерге. Жаңа тренингім наурыз айының басында. Медитация деген ол біздің дұға тілегіміз, қазақ тілінде айтқан. Да. Медитацияның түр-түрі бар. Тыныштықта жай ғана отыруыңызға мүмкін. Өзіңіздің ойыңызға беріліп. Музыка арнайы тыңдауыңыз мүмкін. Немесе арнайы сөздер, дұға тілек. Өзіміздің дұғаларымыз, бұл айтқан кезде соның бәрі медитацияның бір түрі. Өйткені өзіңізге бір дұға айтып жатқанда, Алламен бір қалай айтқанда, қарым-қатынаста тікелей отырған кезде бір басқа бір сезімге кіріп кетесіз ғой. Оның өзі медитация болып саналады. Бастауыш сынып балаларының психологиясы жөнінде айтасыз ба? Ол менің қазіргі сұрағым. Керемет арманыңызға жеттіңіз. Мен рахмет, мен сізбен ара қатынасымды үзгім келмейді. Неге үзесіз? Бір бағалы нәрсемді жоғалтатын сияқтымын, сізбен сөйлеспесем дейді. Енді ол өзіңізге қойылған установкаңыз енді.
таңертеңгі уақытта сағат 10-да деп отырмын. Астаналықтар. Мотивация. Мотивация ол алдын ала өз бір былай айтқанда бір нүкте сізді тауып көтеру үшін, орныңыздан тұрғызу үшін. Мотивация. Дәл қазір сіз кіші дәретке қатты қысылып тұрсыз. Ол сізге мотивация, барып дәрет алу үшін, дәрет сындыру үшін. Соның өзі, енді бұл жалпақ тілмен түсіндіріп жатырмын. Жеңіске жету үшін не істеу керек? Қандай техника ұсынасыз дейді. Қандай жеңіске жету үшін? Қай жағынан? Менімен прямой эфир өткізгісі келіп жатқан Гаухар ханым, не айтқыңыз келіп тұр? Әзірше өткізе алмаймын, ренжімеңіздер. Бірақ ойымда бар. Болды деймін ханымдар, я? Тағы да бір соқып кетті есікті. Дұға оқығанда ойыма басқа жайттар түсе береді. Одан қалай айырылуға болады? Дұрыс дәрет алыңыз. Және енді ол жағынан енді бұл психологияға қатты жақын зат емес, енді ол жеке менің дүнием болғандықтан өзімнің қызығушылық. Мен өзі айтатын едім қолдарыңызға не резинка тағып жаман ой келген кезде дене тітіркену керек. Былай тартып жіберіп қылған кезде қатты ауырады ғой, сол кезде жаман ойды келтірмеуі мүмкін. Денеңіз, немесе шымшып алыңыз денеңізді. Онда резинка болмаса қасыңызда. Сол кезде дене келесі жаман ой келер кезде сол сигналды есіне түсіріп тұрады да, сол ойды келтірмеуге тырысады. Бірақ енді ол былай айтқанда имандардың айтуы бойынша енді басқа бір дүние бар ғой енді біздің жанымызда. Сол дүниелердің басқа бір өмір дейміз ба, дүние дейміз ба, мен өзімнен толық жеткізе алмай отырмын. Солардың бізге бір беріп жатқан білмеймін енді. Сізге бір кедергі жасап жатқан сияқты. Енемен ашық сөйлесе алмаймын, ұяламын, қысыламын, қалай үйреніп болады әңгімелесуді. Стаж 6 жыл. 3 перзентім бар дейді. Енемен сөйлесе алмасаңыз, өзіңіздің анаңызбен де әңгіме ашық айтып үйренбегендіктен. Негізі толықтай әйел адамына қатысты өміріңіздегі болып жатқан жайттардың барлығы, әпкеңіз болсын, апаңыз болсын, құрбыларыңыз болсын, әйел бастығыңыз болсын, білмеймін, даладағы көшедегі жүрген әйел адамдармен қарым-қатынасыңыздың барлығы анаңызға келіп соғады. Анаңызбен қарым-қатынасыңыз қандай, бүкіл әйел қауымымен сіздің қарым-қатынасыңыз сондай болады. Сондықтан енеңізден ұялатын болсаңыз, анаңыздан да ұялады деген сөз. Сондықтан анаңызбен бірінші ашық сөйлесіп үйреніңіз. Сол кезде енеңізді ана ретінде қабылдаған кезде ашық сөйлейтін боласыз. Құралай ханның семинарынан бармаймын. Өйткені ол күнде менде той болып тұр. Күйеуім босқа ашуланады. Сол кезде онымен ажырасқым кеп кетеді. Бірақ соңынан басыламын. Барлық адамдарды да солай бола ма дейді. Енді білмеймін, барлық адамдар үшін жауап бере алмаймын. Не себептен ажырасқыңыз келетіні, дәл ашуланған кезде қандай? Негізі ер адамның ашуын келтіретін әйел адам ғой. Біз келтіреміз ғой тек қана. Қазір мен өзімнің ерімнің ашуын келтіріп жатырмын, эфирді аяқтамай. Не істейді ол қазір? Сен айтады, сен 30 минут дегенсің, өзі уақыт бітті. Мен қазір бұл айтқанда бір ұрыстың бастауын алуға әкеліп отырмын. Сондықтан бірінші түбірін тауып алыңыз. Соңғы сұрақ. Сапа ательер. Сол кісіге жауап берейінші. Осы адамдарда бола ма деген. Жарыстарға барғанда деген мен басын жіберіп алдым ба? Ал енді түсінбедім, кешіріңіз. Мен соңғы сұрақ, жаңағы кісіге жауап беріп жатырмын. Біріншіден, түсініңіз, күйеуіңіз сізге неге ашуланады, неге оның ашуы көтеріледі, неге сіз ол күйеуіңіздің ашуын көтересіз? Қандай себеппен? Негізі күйеуіңіз ашуланып келе жатқан кезде егер бір айтып жатады ғой, сен осы сондайсың, түсінбейсің, әрдайым осы бірдеңені бастайсың да жүресің, немесе енді көп қой енді басын бастаған кезде. Дәл сондай сәттерде күйеуіңіз ары қарай көтерілмеу үшін не айтуға болады? Мен сондаймын. Мен сондай іс істеймін.
әрдайым сондай бір ақымақпын деп айтсаңыз, қалай ойлайсыз, күйеуіңіз сізге не дейді? Осы қыздың, осы әйелдің өзі бас жасай ма, жасамай ма дейді да, сондай бір себеппен әңгімені тоқтатып, ашуы да тоқтап қалады. Осыған сөйлегенің не, сөйлемегенің не деген сияқты. Сондықтан бұндай бір ситуациялардан шығып үйреніңіздер. Болдым ғой мен. Сәлеметсіз ба, аффирмация өзін-өзі. Жоқ, сіз өзіңізді алдамайсыз, сіз өзіңізге установка қоясыз. Ол подсознание деп аталады, түп сана. Түп санамен жұмыс. Түп санамызда балалық шағымыздан бері келе жатқан, керегі бар, керек емес. Мен білмеймін, установканы қазақша бір сигнал дейміз ба, айтылған сондай әңгіме дейміз ба, сондай бір тұжырым дейміз ба, білмеймін, енді дәл аудара алмадым. Соны өзгерту. Мысалы, ол тек сіздің балалық шағыңызда емес, ол анау ұрпақтан жалғасып келе жатқанда сондай бір установкалар болады біздің бойымызда. Мысалы, үлкен жарайды, енді өз балалық шағымызды айтайықшы. Егер балалық шағыңызда әрдайым әке-шешеңіз сіздің көзіңізше ақша туралы жаман айтады, мысалы ақшаны алатын болсақ, ақша жоқ, осы ақша деген сондай бір бәле, ақша табу қиын, ақшаны тек еңбекпен табу керек, міндетті түрде білімді болу керек, білімді болмасаң ақша келмейді. Бұның бәрі установкалар. Сол установкалар аффирмациялар арқылы сізде дұрысталады. Өйткені ол сізге уақытында берілген дұрыс емес істер. Сізді былай айтқанда қателікке әкеліп тұрған дәл қазір. Сондықтан ақшаға да деген, білімге деген. Қанымдар, мен сұрақ деп алып, міне енді бітіре алмай отырмын. Жауап бердім бе, Гаухар ханым, сізге? Дұға оқығанда, иманы күшейіп жатқанда, басқа негативті тиіседі декен ғой. Сол кезде сабыр сақтап, ары қарай жалғастыра берсе, оған сол кезде мол сауап жазылады екен. Жаңа біреу сұрап еді. Рахмет сізге, Зульфия ханым, жеңіске жету үшін. Жоқ, қандай жеңіске жету үшін? Неде? Өзінің бір бақыты бар ғой, әрбір жеңістің. Сол себепте мен сұрадым, бірақ сіздің сұрағыңызға жауап бере алмайтын сияқтымын. Жанар ханым, бара қойыңыз күйіңізді. Рахмет сізге, Зульфия ханым. Мен де сізді жақсы көремін, сондай бір. Қалыңыз қалай, Жанар ханым? Айбаршын ханым, мен шығып жатырмын, қалым керемет. Рахмет көп, Жанар ханым. Рахмет. Рахмет сіздерге. Кештеріңіз сондай бір мәнді, нәтижелі, түндеріңіз тыныш өтсін. Көңіл күйлеріңізді әрдайым көтеріп жүруге тырысыңыздар. Өйткені барлығы өзіміздің қолымызда. Күйеуімізді жындандыру, ашуландыру да біздің қолымызда. Сондықтан әрбір істеген істеріңізді ойлана отыра, ертең артынан қандай бір іс-әрекет болады, нәтижесі қандай болады деген оймен бастаңыздар. Ашулансаңыздар да, ұрысқыңыз келіп тұрса да. Менің соңғы берер кеңесім. Ой, Ботагөз ханым. Жарыстарда жеңіске жету үшін не істеуге болады, техника дейді. Аффирмация. Алдын ала өз-өзіңізді дайындау. Мен жеңемін, бірақ түсінуіңіз қажет, ол жеңіс сізді неге алып келеді? Сол жеңістің сізге маңыздылығы бар ма? Өйткені әрдайым жеңе бергеннен бізге пайда түспейді ғой. Рахмет, сау болыңыздар, ренжімеңіздер, уақытымда кетті, мен тағы да. Сау болыңыздар, кештеріңіз күшті өтсін. Мен сіздерді жақсы көремін.